продажаны көтеретін тағы бір мықты техниканы көбісі қателеу қолданып жүр екен. Соған қарапайым мысал келтіре салайын. Киім дүкеніне кірдіңіз, сізге айтып жатыр, болмаса жазылып тұр. Екеуін алсаңыз, біреуін ғана бағасын төлейсіз деп тұр. Бұл жерде қандай негативный триггерлар? Аласыз, төлейсіз, то есть адамда автоматически бір міндет деп тұр да. И сен особо алғың келмейді ондай кезде. Екеу ма, зачем маған екеу, лучше біреуін нормальный барып таңдай саламын деп ойлап қаласың подсознательно. Оның орнына қалай істесе жақсырақ болады? Егер біреуін алсаңыз, екіншісін сыйлыққа тегін береміз. Миға сразу 3 жағымды сөз тұр. Тегін сыйлыққа береміз. То есть біздің ми сыйлық, тегін береміз деген нәрселер жақсы көреді. Енді осыған қатысты средний чекті көтеріп жіберетін тағы да бір техниканы сразу айта салайын. Егер екеуін алсаңыз, екеуін тағы да тегін сыйлыққа береміз деп айтсаңыздар, адам одан бетер қуанып кетуі мүмкін. Так, екеуін өзім кем, біреуін жұмысқа, біреуін қонаққа, тағы біреуін там әкеме, бауырларыма, біреуге сыйлыққа беремін, киіп жүреді деген сияқты. То есть надо помогать людям принимать решение. Саудаларыңыз берекелі болсын.